Сәлем достар. Күн санап спортта неше түрлі қызықты жағдайлар орын алып тұрады. Мен қазір сіздерге спортта болған ешқашан ұмытылмас қызықты сәттерді көрсетпекшімін. Ал сіз видеоға лайк басып, қызықты пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Футболшылар қаншалықты гол салуға тырысқанымен, сәттілік бірге болмаса қиын екен. Дәл осы жердегідей. Кейде жолдың дәл ортасына соқтығысып қалған көліктерді дәл осылай тік ұшақтармен көтеріп алып кетеді. Өйткені бұл көлікті әрі-бері сүйрелеймін деп жүріп, басқа көліктерге зардабын тигізіп алуы мүмкін. Бокс өте қызық. Бұл екі боксшы қатты шаршап бір-бірін ұрып екеуі де нокаутқа түсті. Бұл жанкүйердің өз командасының жеңіске жеткендегі қуанышына қараңыз. Кейбіреулер камераны көрісімен ұялып камераға көрінбеуге тырысады, ал кейбіреулері болса әдейі кадрға ілінгісі келеді. Бұл көліктің жасаған өте қауіпті әрі қиын болатын әдісіне қараңыз. Негізі доп қақпаға қарай әдемі бағытталған болатын, кейінірек барлығы керісінше болып кетті. Кейде спорт өте қатыгез. Чемпион атағына ие болу үшін қарсыласыңды оңдыртпай ұруың керек, ал қарсыласың сені. Трюк жасап мақтанамын деп керісінше күлкінің астында қалды. Бұл спортшының көңіл күйін ешкім бұза алмады, тіпті алаңның дәл ортасында да. Бұл төреші екі боксшыны ажыратамын деп, соңында өзі соққы қабылдап алды. Төреші болу да оңай емес екен. Рогатка арқылы қарбызды ату сайысында бұл қатысушы қарбызды тартып тұрып, жіберіп қалған кезде қарбыз қандай да бір себептермен қайта айналып, қыздың бетіне өте қатты тиеді. Ал күзетшілердің жұмыстары өте қиын. Бұл күзетші басқа жерге қарап қоймау үшін өзін барынша қолға ұстап тұр. Бұл қыз өзінің жанкүйер командасына мүлдем көңілі толмай тұрған сияқты. Америкалық телешоулардың біріне ережесіз жекпе-жек чемпионы Деантер Уайлдер шақырылады. Бір кезде студияға қуыршақ кейпіне енген адам шығып, онымен қалжыңдаса бастайды. Ал чемпион болса, қалжыңдасқан қалай болатын көрсетемін деп, өте қатты соққы жасайды. Ал қуыршақтың ішіндегі адам сол күйі талып қалады. Кейінірек оның жағына өте қатты зақым келгені анықталады. Спортшы қуыршақтың ішінде шынайы адам бар екен ұмытып кетті ме? Әлде ол әдейі жасады ма белгісіз. Бірақ оған үлкен көлемдегі айыппұл төлеттірілді. Бүгінге осы. Сіздермен болған Алтын ТВ арнасы. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, қызықты пікір қалдыруды ұмытпаңыз.